Өткен жылы Қазақстанда ұрлық бабы бойынша барлығы 57,5 мың қылмыстық іс қозғалған істердің саны 2020 жылмен салыстырғанда 14,5%-ға аз. Өзгенің меншігіндегі дүниені үптеп кетуге барған азаматтардың саны 21,6 мыңға жетеді. Олардың 85%-ы жұмыссыздар екен. Бұл туралы Energy-Prom KZ мәлімдейді. Былтыр ұрлық бабы бойынша тіркелген қылмыстық істердің 5,2 мыңы пәтер, 1,2 мыңы қалта ұрлығына байланысты болған. Ұялы телефонды ұрлаудың 13,5 мың жағдайы тіркелген. Одан өзге 4 мың көлік, 889 түсті металл ұрлығы орын алған. Ұрлық қылмысының ең көбі Алматы қаласында тіркелген. Республика аумағында тіркелген барлық ұрлықтың 20,8%-ы дәл осы алып мегаполисте жасалған. Одан кейінгі екінші орында 5,4 мың жағдаймен Елорда, 4,9 мың жағдаймен Алматы облысы тұр. Ұрлық дерегінің ең азы Маңғыстау облысында байқалып отыр. Тіркелген қылмыстардың 51,9 мыңы жеке тұлғаларға жасалған. Тіркелген қылмыстардың 9-ы жәбірленушінің өліміне әкеп соқтырған. Былтыр болған ұрлық қылмысының салдарынан 25,6 мың әйел, 2,1 мың зейнеткер, 362 студент, 174 кәмелетке толмағандар, 25 мүгедек пен 3 сотталған азамат зардап шеккен. Жоғарыда ұрлық жасаған құқық бұзушылардың 85%-ы немесе 18,4 мыңы жұмыссыздар екенін атап өтті. Құр жүрмей өзгенің мүлкіне қол салғандардың 1,2 мыңы жұмысшы болса, 52-сі жеке кәсіпкер болған. Сығанақтардың санатында 433 студент бар. Оңай олжаға құмартатындардың арасында мемлекеттік қызметші де бар. Олардың саны 20-ға жетеді. Сарапшылар соңғы 5 жылда ұрлық саны айтарлықтай азайғанын алға тартады және мұны 2018 жылы ұрлық жасағандарға қатысты заңның қатаңдатылуымен байланыстырады.